Бүгінгі күнде елімізде әмелге асырылып отырған кең көлемді реформалар әрбір шаңыраққа кіріп барып, бұқаралардың санасында жаңаланулардың жаңа басқышы басынғанын көрсетпекте. Енді әрбір инсан өз аймағын абат ету, абадан тұрмыс жарату жолында белсене қатынасып жатыр. Беруни районында осы бағдарда істеліп отырған жұмыстар хақында нәубеттегі сюжетте хабаршымыз сөз етеді. Беруни районында басламалы бюджет процесінің бірінші басқышы шеңберінде Қаңшартол аймағындағы 11-ші санлы поликлиниканың ауылдық шпакерлік пункті филиалын қайта оңлау жойбары жеңімпаз деп табылды. 1993 жылы құрылған бұл имарат 6000-нан астам халыққа медициналық қызмет көрсетіп келген болса да, соңғы жылдары пайдалану үшін жарамсыз жағдайға келіп қалған. Басламалы бюджет шеңберінде әмелге асырылған оңлау жұмыстары нәтижесінде имарат жаңа заманауи шараятларға ие болған. Соңғы медициналық үскенелер менен тәминленіп, күндізгі стационар ханалар шөлкелместірілген һәм науқаслар үшін қолайлы имканиятлар жаратылған. Көп yillar davomida mahallamiz fuqarolarini qiynab kelayotgan muammo ijobiy hal qilishga erishildi. Bunda oldingi eski holatda hech qanaqa sharoitlar juda ham og'ir bo'lganligi sababli mahallamiz fuqarolariga bu tibbiy xizmat ko'rsatish qiyin bo'ldi. 2025-yilning tashabbusi byudjet loyihasining birinchi mavsumida mana shu mahallamizda joylashgan qishloq vrachlik punkti loyiha qilib kiritildi. 1,5 milliardga qo'yilgan loyiha yutib olishga erishildi. Сондай-ақ mahallede басламалы бюджеттің екінші мөсімінде жеңімпаз болған Davr көшесінің 2 километрлік бөлігі асфальтланбақта. Өзбекстан Республикасы президентінің арнаулы қарарына бола Азия Рауажлану банкының қатынасуындағы жойбар шеңберінде ішімлік суы құбырлары да жаңаланды. Бұл өзгерістер аймаққа жаңа көрініс наметіп, халықтың тұрмыс дәрежесін жақсыламақта. Hozirgi kunda o'zgarishlar, islohotlar bizning mahallamizgacha mana yetib keldi. 5,5 mingga yaqin jon istiqomat qiladi. Xonadonlar 1000 dan oshiq. Hozirgi kunda mahallamizda juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Osiyo taraqqiyot banki tomonidan ajratilgan mablag' hisobidan mahallamizga ichimlik quvurlari tortildi. Oldinlari ichimlik suvi mahallamizda yo'q edi, tortilmagandi. Bu yil quvurlar tortildi. 2026-yil ishga tushish arafasida. 7-8 yil, 10 yil oldilari yo'llarimiz yomon edi. Bunday murojaatlarimiz ko'p amalga oshmay, tinglanmay, hozir mana prezidentimizning tashabbusi bilan shu open byudjet, ovoz berish yo'llari bilan yo'llarimizni yutib oldik. Ең ахметлісі сонда, бұқаралардың өз басамасы менен әмелге асырылып атырған бұндай шойбарлар, олардың абадан тұрмысқа болған сенімін бекемлемекте. Бүгінгі күнде елімізде әмелге асырылып отырған кең көлемді реформалар әрбір шаңыраққа кіріп барып, бұқаралардың санасында жаңаланулардың жаңа басқышы басынғанын көрсетпекте. Енді әрбір инсан өз аймағын абат ету, абадан тұрмыс жарату жолында белсене қатынасып жатыр. Беруни районында осы бағдарда істеліп отырған жұмыстар хақында нәубеттегі сюжетте хабаршымыз сөз етеді. Беруни районы